Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз сөз мағынасы. Сөз мағынаның дыбыспен таңбалануы. Мағына сөздің білдіретін ұғымы. Дыбысталу сөздің сыртқы қабығы. Мағына сөздің ішкі мазмұны. Белгілі бір ұғымның атауы болатын сөздің мағынасын лексикалық мағына дейді. Ал мағынасынан айырылып, басқа сөздердің жетегінде жүретін сөздің мағынасы грамматикалық мағына болады. Мысалы, жүр, алма, әдемі бұл лексикалық мағынасы бар сөздер. Үшін, арқылы, және, әрі бұл грамматикалық мағына. Яғни, сен үшін телефон арқылы, Асан және Үсен. Ол әрі әдемі, әрі көрікті. Осындай мағынада айтылып, белгілі бір сөздің жетегінде жүрсе, ол грамматикалық мағына. Жалпы лексикалық мағынаның екі түрі бар. Тура және ауыспалы мағына. Тура мағына сөздің белгілі бір ұғымды білдіретін бастапқы мағынасы. Яғни, әрбір заттың ұғымның өзіне ғана тән мағынасы болады. Мысалы, кітап заттық ұғым, сары сындық ұғым, бес сандық ұғым, тұр қимылдық ұғым, бүгін мезгілдік ұғым. Яғни, тура мағынаға арналған мысалдар сіздерге түсінікті. Енді ауыспалы мағына сөз мағынасының ауысып, өзге мағынада қолданылуы. Ауыспалы мағына көбіне екінші сөзбен тіркескенде пайда болады. Мысалы, адамның көзі, мысықтың көзі, араның көзі бұл дене мүшелері. Яғни, адамда, жәндікте, жануарда көз болады. Бұл яғни тура мағынада айтылып тұр. Ал енді осы көз деген сөзді ауыспалы мағынада айтып көрсек. Күннің көзі, иненің көзі, бұлақтың көзі. Яғни ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Өйткені күнде адам сияқты көз болмайды, ол көре алмайды. Бұлақ та көре алмайды, ине де көре алмайды. Оны тек белгілі бір нәрсеге тіркесу арқылы екінші мағынада қолданып тұр. Яғни, ауыспалы және тура мағынаны сіздер түсінді деген ойдамын. Егер менің каналымдағы ақпараттар, сабақтар сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір жазып кетіңіздер.